Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазір мен күйеуіммен ажырасқым келеді, бірақ ол еш келісімін берер емес. Бұл жайлы ешкімге тіс жарып айта алмаймын. Өйткені балаларымның болашағына алаңдаймын. Тағы бір жағынан оларды жиіркенішті әдеті бар әкесінен ажыратып алғым келеді. Бірақ оған шамам жетпей шарасыз күйде жүрмін. Оның қылмысын біліп қойып, бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқаныма 6 жыл айналып барады. Бұл жылдар маған қаншалықты ауыр болғанын бір сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бойды бір үрей билеп алған. Оның бетіне түкіргенім бар. Ол не болса, ол болсын. Ал балаларым, ана үшін дүниедегі ең қымбат баласы. Анаға баласын қору инстинкті табиғаттан беріледі. Сондықтан өмірінің соңына дейін ана баласын тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсіреді. Ал жау сыртта емес, іштен шықса қайтеді. Ең қиыны осы екен. Баласын әкесінен қорғау деген. Мен қызғаншақ адам емеспін. Сондықтан оған күдіктеніп қарап, қызғанып, тергеп тексерген емеспін. Бірақ бір шаңырақ астындағы адамдарыңның мінез-құлқы 5 саусақтай белгілі ғой. Оларда қандай да бір өзгеріс барын бірден сезіп біле қоясың. Менде оның теріс жүрісі барын сезетінмін. Бірақ оған кешіріммен қарап, білмегенсей салатынмын. Расында оның сыртқы жүрісі де көп уақыт созылмайтын. Бірақ соңғысы тым ұзап кетті. Мен көз жұмған сайын ол тым еркінси бастады. Алайда мен өз-өзіме бек сенімді едім. Еркінсіп кетсе, онда үстерінен түсіп, шаңдарын бір қағып, оның есін жинатып алам. Балалары барда қайда кетеді деп ойлайтынмын. Міне сол ойды жүзеге асыратын күн туып қалған секілді. Телефондағы хабарламасын ашсам, Еркін деген біреумен ашықтан ашық махаббат хаттарын жазыпты. Өзіме обал жоқ деп ойладым іштен. Ал Еркін дегенге таңғалмадым. Өйткені ол қандай да бір еркегүл немесе еркежан шығар. Әдетте еркектер әйелі күдіктенбес үшін осылай қулық жасайтыны бар ғой. Содан олардың үстінен қалай түссем болады деген оймен жоспар құра бастадым. Еркегүлмен сөйлессем, онда бәрін бүлдірем. Маған екеуін бірдей қылмыстары үстінен ұстаған дұрысырақ көрінді. Әлгі телефондағы хаттардан түсінгенім, олар қызмет кеңсесі маңындағы қонақ үйде кездеседі екен. Бірақ қай уақытта, қашан, ол жағы беймәлім. Мен оларды үнемі аңдай алмаймын ғой. Содан маған үлкен идея келді. Бірінші оның жұмыс жағына барып, жақын маңдағы қонақ үйді барлап қайттым. Атауы Әлия екен. Содан өзіме ыңғайлы уақытты таңдадым да, жасырын номермен екеуіне бір-біріне хат жазғандай етіп хат жаздым. Әлия да түскі 3-те кездесейік, өте шұғыл, сені күтем деп жаздым. Әрине олар бір-біріне қоңырау шалса, мұның жалған хабарлама екенін анықтай алатын еді. Бірақ олар үйтпеді. Белгілі уақытта күйеуім қонақ үйге келді. Алайда сырттан қандай да бір қыздарды байқамадым. Кішкене уақыт өткенін күттім. Мұндайда уақытта жылжымай қояды ғой. 5 минут әрең шыдадым. Астында қабылдауда бір еркек тұр екен. Қасына жақындап, мені осында бір ер адам күтем дегенін, оның 5 минут бұрын кеп қойғанын, бірақ айтқан номерін ұмытып қалғанымды, ал телефонымның қуаты бітіп қалғанын жеткіздім. Сөйтіп ол 2 бөлменің номерін атады. Өйткені 5 минут бұрын 2 бөлмеге тапсырыс тіркепті. Осылайша баспалдақпен жоғары көтерілдім. Ол кезде қатты қуанып, әрі бір жағынан қобалжып тұрдым. Қуанған себебім барлығы менің жоспарымдағыдай жүзеге асып жатты. Ал ары қарай барлығының күл-талқаны шықты. Бірінші, 10-шы номерді таңдап алдым. Мұнда ол болмаса, кешірім сұраймын да, келесісіне кіремін деп ойладым. Есікті қаққалы тұрдым да, өзімнің аяқ асты кіріп баруым керектігі есіме түсті. Сол оймен есікті итеріп едім, ашық болып шықты. Бұған да қуанып қалдым. Ар жақтан біртүрлі дауыстар шығады. Жүрегім шым ете қалды. Енді не естіп көрейін деп келдің? Барлығына дайын бол, деп іштен өз-өзімді қайрап, жігер беруге тырыстым. Бірақ әлгі дауыстар жиілеген сайын менің қатқан орнымнан қозғалуым қиынға түсті. Басым айналып, денемді тер басып әлсіреп барамын.
Бұлай тұра берсем, мына арада кескен теректей сұлап есімнен танып қаларымды түсіндім. Осы ой мені орнымнан жұлқып, олар жаққа қарай бар күшіммен лақтырып жіберді. Өз көзіме өзім сенбей аңырап тұрып қалыппын. Тыр жалаңаш екі еркек бір-біріне мінгесіп алған. Біреуі біздің үйдегі. Ар қарайғысын еміс-еміс есімде. Жоқ, мен өзім ойлағандай ол арада сұлап жатқам жоқ. Жынды адам секілді сыртқа атып шығып, бет алған жаққа қарай жүре беріппін. Қай көшемен, қай жаққа бара жатқаным есімде жоқ. Әйтеуір көп жүрген секілдімін. Сол сәтте, сол мезетте оны бірден жек көріп кеттім. Кейбіреу кінәні өзінен іздеп, арадағы сезімді баса алмай әуре болушы еді. Менде ондай ой болған да жоқ. Мүмкін оны шындап сүймегенде болармын. Бұл қазір маған маңызды емес. Басыма ең бірінші келген ой балаларым. Балаларым әкесінің қандай екенін білсе, ауыр психологиялық соққыға ұрынады ғой. Оған жол бермеу керек. Бірақ онымен қалай да ажырасуым қажет. Сонда балаларым бұл құпияны ешқашан білмейтін болады. Гей, голубой десе мен үнемі шетелдің азаматтарын көз алдыма елестетуші едім. Ал мәссаған. Екеуі де қазақ, әрі біреуі өзімнің Құдай қосқан күйеуім. Құдай оған қосқанша неге атып тастамады деп қорланып зарландым. Бірден дәрігерге қаралу керектігі туралы ойда санамды шырмай бастады. Әй, жаман аурудың барлығын солар тасымалдайды деп жатады ғой. Осы ойдан соң қалай ұйықтайын? Дұрыс ұйқы көрмегелі 6 жыл боп кетті. Қан сараптамасы жаман ауруды анықтамады. Жүрегімдегі ауыр жүк біраз жеңілдегендей болды. Ал ол түк болмағандай үйде диванда теңкиіп келіп жатты. Тамақ бар ма деп сұрап қояды. Мен үнсізбін, әрең шыдап жүрмін. Өйткені балалар білмеуі керек. Балаларды таңертең мектепке шығарып салғанша асықтым. Ол да жұмысына асықпады, әңгіменің барын біліп тұр. Сөйтсем, оның ойынша бұл қалыпты жағдай екен. Тарихтағы бір ұлы тұлғаларды айтты, нормально деп қояды. Не деген жиіркенішті еді, жүрегім қысылып, бар айтар сөзім тамағыма кептеліп, мүлде сөйлей алмай қалдым. Ал ол айтып жатыр. Бір жеріңді қыста балаларға білдірмей жүре бер. Енді бұлай жасамаймын. Жаным кешірші деп құшақтамақшы болды. 6 жыл өтті. Оның иттің етінен жек көремін. Балаларым біліп қоймас үшін нағыз проблема айтылмайды. Бірақ ажырасу туралы әңгіме жиі көтеріледі. Ол үшін балаларым да мені жек көре бастады. Өйткені олар неге дегенде мен әкелеріңді сүймеймін деп жауап қайтарамын. Ал ол ажыраспаймыз дейді. Былтыр ажырасуға арыз өткізіп қойдым, бірақ ол рұқсатын бермеді. Заң бойынша арыз түскеннен кейін 3 жылдан соң автоматты түрде ажыратуға рұқсат беріледі екен. Сол уақытты күтіп жүрмін. Маған қазір қатты қиын. Алайда балаларымсыз қалай өмір сүремін? Біреуі 10 сынып, екіншісі 11 сынып оқиды. 2 ұлым да әкесін жақтайды. Тіпті өзіңіз кете беріңіз, біз папамызбен қаламыз деп айтады. Мен не істеуім керек? Бұл қорлықпен қалай өмір сүремін? Ақылдарыңыз керек.